санған ғалам ыстықсың маған. Бисмиллахи таваккалту алаллахи ва ла хаула ва ла қуатта илля биллах. Аспан шуағын шашқан, халқыма қошағын ашқан, арманы дасқақ, таулары дасқақ. Араларында ең мықты жігіттер ұстасын, бой ұзын. Бұрынғы жаугершілік заманында көк туды әскердің ішінде ең мықтыларына берген екен. Өйткені қарама-қарсы әскер бар ғой, олар бірінші ту кімнің қолында соған шабуыл жасайтын болған. Ту құласа егер әскердің рухы түседі, әскер жеңіледі. Сол үшін ту деген ол өте маңызды. Біздің елде қазір бейбітшілік елімізде көк туымызды біз көкке көтеріп жүрміз керек. Бұл көк ту деген бұл тәуелсіздіктің символы. Аллаға шүкір біздің еліміз егеменді ел. Біз жалпы спорттан әлемнің алдында туды желбіретіп жатқан жігіттер көп қазақта, дұрыс па? Сендер де сондай болулар керексіңдер болашақта. Бірақ сендер тек қана спорт емес, ғылыммен айналысып, үлкен ғалым болуларың керек, ғарышты игеретіндей ғалым болуларың керек. Өйткені қазақтарда ғарышты игерген ғалымдар өте аз. Ертең сендер, мысалы, үлкен болып өсесіңдер. Сол кезде спортшысы болуы мүмкін, біреуің ғалым болуы мүмкін. Сол кезде ғалымдар да мына туды ең биікте желбірете алады. Мысалы, Американың ғалымдарын қараңдар, немесе Ресейдің анау туын барып, айға барып қадап жатыр. Көріп тұрсыңдар ғой, телевизордан көрсетіп жатады, ана туларын айдың үстіне, анау бір Американ ғалымдары бар, Илон Маск секілді. Туларын қайда қадап жатыр? Марсқа қадап жатыр. Көрдіңдер ма? Сендер де сондай ғарышты игеретін үлкен ғалым болуларың керек. Сол біліммен айналысуларың керек. Тек қана спортпен қалып қоймау керек. Жігіттер білімнен де қалмау керек, қазақтың жігіттері. Дұрыс түсіндіңдер ма? Өйткені біздің қолымызда кезінде Әл-Фараби сияқты ғалымдар шыққан біздің елімізден. Біздің арамыздан мына медицинаның негізін қалаған Әл-Ибн Сина сияқты ғалымдар шыққан. Сендер де сондай бір ғылымның негізін қалайтындай үлкен азамат болуларың керексіңдер. Жақсы ма? Жалғыз отаным бар ма мекен сенде? Рәндон атамын бар ма ғашық менде? Сүйіп өтем сені жалғыз отаным бар ма мекен сенде? Сен деп шырқап салар рәндон атамын бар ма ғашық менде? Алдыберек батырларының ұраны. Бес намазды түгендеп жинамасаң, ораза ұстап нәпсіңді қинамасаң, Алланың кешірмейтін күнәсі бар, аталанды құрметтеп сыйламасаң, Бәрекелді болашақ батырлар. Аллаху акбар! Қарсылған уақыты мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім. Байлығы қазағымның кең даласы, арыстың ұясындай сайсаласың. Туған жер қасиетіңнен айналайын, таусылмас ұрпағымның қасынасың. Жерім менің бабамнан қалған. Бірақ міне, керемет ойын көрсетіп жатыр Нұртілек, міне, алдап өтпекші еді, бірақ бүгін Әмір үздік ойыншы екеніне күмән жоқ. Өйткені Әмір бүгінгі дубльдің авторы, алғашқы минуттардан-ақ гол салып көзге түскен болатын. Міне, Ахмат қазір өзінің ең мықты деген оң аяғымен алға топты асыру керек. Міне, судья ысқырып жіберді. О, міне, керемет. Судья ысқырғаннан кейін міне допты бастаған болатын, дулат алға қарай теуіп жіберді. Бірақ Ибрахим допты күтіп алды. Я, міне, керемет ойын өріп жатыр. Міне, Ибрахим қалай алдап еді, бірақ Нұртілек әрине Барыс командасының ең үздік ойыншыларының бірі Нұртілек. Міне, доп гол салуға мүмкіндік бар еді ғой. Қабат деген ай. Гол салуға мүмкіндік бар еді, бірақ қақпашы орнында.
қақпаш көңіл толмай тұр. Жалпы бізде қазақта не деп атады бұны? Жай деп атады, иә? Екі иығы бар, дұрыс. Мынау несі? Жібі не деп аталады? Өте дұрыс. Кіріс деп аталады, иә? Мынау не деп аталады? Оқ. Оқ неше бөліктен тұрады? 4 бөліктен тұрады. Бірінші ұшындағы жебесі, ағашы, иә? Мынау қанаттары. Мынау кез, иә, кезі де. Енді кезді кіріске кіргіземізді оң жағынан алып садақтың, иә? Садақты бір тегіс ұстаймыз, дұрыс па? Мен де сендермен бірдей тұрайын. Қырымен тұр дегендеше, тура бұлай тұру керек қой. Көтереміз. Оқытаймыз. Дайынсыңдар ма? Иә. Тарт. Бисмилля. Жақсы, машалла. Мынау оқ 80 сантиметр ғой. 80 сантиметрге дейін соза беріңдер. Түсіндер ма? Тұр. Атқа міну, суға жүзу, садақты атуды перзенттеріңе үйретіңдер дейді, иә? Күш садақ атуда деген мағынада хадис бар. Құралайдың көзіне тигізген деген бар ғой біз қазақта. Сондайда дәрежеде мерген болып атып жүрген адам өте күшті есептеледі. Жақсы. Ал, сахабалар дайындалып жатқан болса, пайғамбар қасынан өтіп кетті да үндемей. Сөйтіп сахабалар түсінбей қапты. Алла нежісі, неге сәлем бермедіңіз садақ атып жатқан жігіттерге, сахабаларға десе, құлшылықта болған адамдарға сәлем беретін бе деген мағынада пайғамбар жауап қатты дейді. Мен кім едім, қазақ деген ел едім, қанжармен тарап шашымды, қара шамды жебедім. Мен қазақ деген адаспан, алталаштың бас едім, омырауымды оқ тескен, оғыздың шерлі жас едім. Бұлан бір санды бұр едім, кеудемен намыс қайнатқан, астыма мінген жүйріктің желкесін желге шайнатқан. Алдымдағы дұшпанға ақ жебе болып атылдым. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Бабалардың көзі жүрегімнің сөзі жалғызымның өзі Қазақстан айрын шалқар көлім жазиралы. Асықпай кіреді. Арманысың ақ туым болған бағам, отан үшін от кешен құрбан болам. Ақ сүтіңді егерде ақтамасам, сен мені ұлым деме, анамдай туғанда жанымды саған берем, нан қымбат емес намыстан. Мен өзім өліп аман боледім. Қазақстан туған жер өзіңсіз кім болар едім. Алаңсыз сүйіп табысқан. Ауытқан жерің болса, кешіріп қой бауырымды. Біз мұсылман бауырымыз де. Бәрің бауырсыңдар, жақсы ма? Жігіттер, бәрің мұсылман бауырсыңдар. Бұрас сендер. Дұшпанға қан, досыма май татырған. Бірлігімнің сәті жоқ шайқатылған. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahu Ekber. ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير يا الله
Jardam ber. Allahumma solli ala deb. 2 Kazak oylan kazak şimdi göç. Tegin taza kememezsin elden eş. Her balаңды baptamasan besükten, can жараңды жат жұрт келіп емдемес. Оянғаннан пайда бар ма қыл жатып, ояндағы ойлан деген бір жатып. Құдай сені жаратқан соң қазаққа, қазақ болып ғұмыр кешу бір бақыт. Кең дүниенің түріп таста түндігін, бүгін туар бейнет кешер күн бүгін. Шағаладай аппақ болсын пейілі, баларадай бекем болсын бірлігін. Қазақ өгейсет бетігіңді, бөтендерге бұлғамасын тіліңді. Ақтымадай түн болғысы тұрғанда, алталаштың ұрпағына көмірді. Ойлан қазақ ұят жүзін жүзіңді, ақтау үшін ұрпағыңдам тұзыңды. Еріккендер құл етпесін ұлыңда. Байлығы қазағымның кең даласы, арыстың ұясындай сайсаласың. Туған жер қасиетіңнен айналайын, таусылмас ұрпағымның қасынасың. Бұл жердегі қазық, жерді ұстап тұрушы қазық. Қарап тұрсаңыз, таудың қанша аспанға биіктігі үлкен болса, оның астыңғы жағы бар ғой, мынадан биік, терең. Мысалы, үлкен тау көресіңдер ғой, соның асты жағында айтасың ғой, астында дым жоқ сияқты ғой. Таудың үлкендігі, биіктігі мен оның тереңдігі биіктігінен үлкен. Мына тау, мына бұлақтың өзі таудың басындағы қардан тамшылап еріп ағып, қандай өзен болып ағып жатыр. Көрдіңіздер ғой, бәрін. Енді жалпы қараңыздар. Мына таудың, бір ғана таудың өзінен қаншама нығметтер бөлініп шығып жатыр, иә? Солай ма? Мына бұл қаншама жәндікке, қаншама жануарға, қаншама адамға бұл су пайда келді. Одан кейін мына жерде қаншама құстар бар. Солардың балапандар ұшып, өсіп өліп шығу үшін қаншама құстарға пана болып жатыр мына тау. О, бірге, әдем. Егемен болып еңселі елдің туын ұстап, қазағым менің қазағым, қырандай биік ұштап, сүйене берсін достарым, күйене берсін дұшпаным, жасай бер мәңгі отан.
мұсылмандардың екі мейрамы бар. Біріншісі қандай? Ораза айт, екіншісі осы біз тұрған Құрбан айт. Құрбан айтта біз не істейміз? Құрбан айтта біз құрбан шаламыз. Өзі ат айтып тұрған кезде. Сендердің бұл шалып атқан неден? Құрбаннан дейді. Оның Аллаға еті де бармайды, қаны да бармайды дейді. Сендердің не? Тақуалықтарың керек дейді Аллаға деген. Шалып жатқан құрбандығымыздың несі? Еті де Аллаға, Алла мұқтаж емес оған, оның қанына да мұқтаж емес. Біздегі керек нәрсе ол ниет. Және пышақты осы малдың көзінше қайрауға бола ма, болмай ма? Жоқ. Болмайды, болмайды. Сондықтан осындай шарттарын орындау арқылы біз құрбан шаламыз иншалла. Құрбан шалғанда құлағы менен көзін жауып тұруымыз керек. Мына пышақты қайрап атқанда, болмаса сойып атқан кезде мінерде өзге малдар, өзге қойлар болатын болса, салуға болмайды. Бізде шариғатта бейдеді, базарға барып құрбан шалатын малыңды үстіне мініп керек десең, үстіне мініп көтере ма, соны көр дейді. Ассаламуалейкум. Алейкум ассалам. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Лагерь ұнады ма өздеріңе? Осы қазақ еліне қызмет етсін деп, әрқайсың білімді болсын деп, және де білекті болсын деп, осы жерде тәлім тәрбие бердік сендерге. Ұстаздарың өзі сендерге тәлім тәрбие берді. Сол берген тәрбиеден қате кеткен қателіктер болса, сендерден кешірім сұраймыз. Және де бір-бірлеріңе ренжіген болсаңдар, осы жерде бір-бірлеріңді кешіріп, құшақтасып, осы жерде дос болып қалыңдар. Енді осы жерде алған тәрбиелеріңді, үйренген сүрелеріңді, дұғаларыңды, күрестен үйрендіңдер, садақ ату, жүзу, ерте тұруды, ата-ананы құрметтеуді, және де не үйрендіңдер тағы да? Әдеп үйрендіңдер, ақлақ үйрендіңдер. Сосын біздің елімізге қызмет етуді, қазақ еліне. Осыны үйге барғаннан кейін не істейміз? Жалғастырамыз, Жалғастырамыз, үйге барғаннан кейін. Алла қаласа, Асанхан Әмір. Өмірде өте көркем мінез бол. Жарай ма? Көркем мінез деген ол үлкен нығмет екен, Әлімбек Абдурахман батыр мінезді жігіт номинациясымен марапатталады. Машалла. Мінезді жігіт. Жылауы көріп, бәрін күрестен атты ғой. Кел, Абдурахман. Машалла. Ахметжан Мәди, Алла қаласа үлкен батыр бола бере ма? Машалла. Базарбаев Раян, барлық ережелер мен тәртіпке бағынып, білімде табандылық танытқан жігерлі жігіт деген номинациясымен марапатталады. Құтты болсын. Алла қаласа өте жігерлі жігіт бол. Жарай ма? Болашақ батырлар рухани сауықтыру лагерінде ерекше көзге түсіп, барлық ережелер мен тәртіпке бағынып, білімде табандылық танытқан Захан Ибрахим ел болашағы номинациясымен марапатталады. Осылай сүрткесі көрі, Машалла Ибрахим. Білімде табандылық танытқан келешек қаһарман номинациясымен марапатталады. Алла қаласа қаһарман бол, елдің мықты қаһарманы бол. Бауыржан Момышұлы сияқты батыр бол, атаң сияқты. Болашақ батырлар лагерінде ерекше көзге түсіп, барлық ережелер мен тәртіпке бағынып, білімде табандылық танытқан болашақ батыр деген номинациясымен марапатталады. Алла қаласа батыр бол енді иншалла. Осы жерде батыр, мықты батыр болдың. Өлген соң арысқаннан шан артық, мейірімсіз жаман достан дұшпан артық. Қолына кей жаманнан алтын түссе, қадірін біле алмайды мұстан артық. Семес қыз артынан жамандаған, дос емес достың көңілін таба алмаған. Қолына кей жаманнан ұлпар түссе, қандырып тақым құршын шаба алмаған.
Абу, машалла, нет қаламыз. Аллаха арман, дүние жалған 25, қайта айналып келмес маған. 25 қайта айналып. 35 қайта берші, 35. 35 тағайтшы.